Елімізде Түркістан облысы ет экспортынан көш бастап тұр. Аграрлық салаға көрсетілген мемлекеттік қолдаумен атқарылып жатқан жұмыстардың әсерінен Түркістан облысында мал шаруашылығы тұрақты түрде дамып келе жатыр. Нәтижесінде жыл соңына дейін Тәжікстанға 110 тонна ет экспортталады. Ет экспорты бойынша Түркістан өңірі республика бойынша көш бастап тұр. Экспортқа шығарылатын ірі қара мал етінің 80%, қой етінің 75% облыстың еншісінде. Биылғы 7 айда 7 мыңға жуық тонна ірі қара мал, 5 мыңға жуық тонна қой еті экспортқа шығарылады. Енді Түркістан облысы басқа өңірлермен салыстырғанда республикада көш басында. Ірі қара мал бойынша үлесі 22%, ірі қара мал бойынша үлесі 13% болса, қой саны бойынша 22% үлесін алып отыр. Енді мынау ет экспортына тоқталатын болсақ, Түркістан облысы жыл сайын орта алғанда 80% ірі қара мал етінің 80%-ны орындайды. Облыс бойынша биылғы жыл 7 айда 4 мың тонна ет экспортталып отыр, және 7 мың тонна ірі қара мал еті экспортталып отыр. Негізгі экспорттаушылар Өзбекстан, қазіргі таңда Иран, сонымен қатар қазір Қытайға нарық ашылып отыр. Соған жұмыс жасап отырмыз, сұраныс көп. Сосын Ресей Федерациясы. Ет экспортының ет көлемін арттыру мақсатында бұл кәсіпорын келесі 25-26 жылдарға 3 инвестициялық жобаны жүзеге асырып көзделіп отыр. Ол Арыс қаласына 25 мың бастық мал бордақылау алаңы. Содан бөлек тәулігіне 1,5 мың бас соятын мал сою кәсіпорны және өңдеу кәсіпорнымен бірге. Сосын жаңа заманауи мал сату биржасын келесі 25-26 жылдар жүзеге асырылатын болады. Өңірде бордақылау алаңдарын жүйелі дамыту мал шаруашылығы өнімдерінің экспорттық көлемін ұлғайтуға зор үлес қосып отыр. Облыста жалпы 10 мыңға жуық ірі қара мал бордақылау алаңы бар. Сайрам ауданында орналасқан кәсіпорындардың бірі биыл 2945 тонна сиыр етін және 12 тонна қой етін Өзбекстанға, 118 тонна қой етін Иранға экспорттады. Біз осы ірі қара мал бордақылаумен айланысамыз. Және де осында біздің комбинатымыз бар, ет өнімді шетелге экспорттауға шығарамыз. Бүгінгі күнде бірінші рет Тәжікстанға ет жіберіп жатырмыз. Мұның алдында дағы біз етті экспорттап Өзбекстан көрші елімізге жіберіп жатқан боламыз. Біздің жоспарымыз осы тек қана Өзбекстан емес, осы Тәжікстан елінің мемлекетіне де, Қырғызстанға дағы, Қытай мемлекетіне дағы жіберуге мүмкіндігіміз бар. Қайып ата жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Тәжікстанмен ет экспорттау бойынша келісім шарт жасады. Экспорт осы айдан бастап жүзеге асырылады. Жоспар бойынша Тәжікстанға жыл соңына дейін 110 тонна ет жіберілуі керек. Республикалық делегацияның Австралия еліне жасаған іс-сапары қорытындысымен жалпы құны 55 миллиард теңге тұратын ірі инвестициялық жобаларды жүзеге асыру көзделуде. Атап айтқанда келер жылы Арыс қаласында 25 мың ірі қараға арналған бордақылау кешені іске қосылады. Ал Сайрам ауданында 1500 басқа арналған ірі қара малды сою және өңдеу жобасы мен мал сату биржасы жобасы жүзеге асырылады. Әлия Құралбек, Ақжол Рахманқұлов, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.